Мына кепканы мен 2200 теңгеге сатып алып, 5000 теңгеге сатып жатырмын. Таза пайдасы 2500 теңге. 300 теңгесі қайда кетті десеңіздер, кепкадағы оюды тігетін аппаратқа және сол аппаратта жұмыс істейтін жұмысшыларға төленді. Достар, бүгінгі видеода дәл осы кепкадағы оюды және бүкіл Қасым брендтің киімдеріндегі оюды тігетін аппарат туралы айтатын боламыз. Жалпы 2017 жылы мамам екеуміз халат сатып жүрдік. Именной халат қой. Заказ аламын мен. Мамам тігеді оны. Сөйтіп Қызылордадан салып жүреді. Мен Алматыда магистратурада оқып жүріп, істеп жүрмін. Енді оған вышивка жасау керек қой. Кесте тігу керек. Атын жазып береді. Любимый муж, лучший папа деп. Станок біреудікі болғаннан кейін біресе қате жазып қояды, біресе уақытылы тікпейді, немесе қисық жазып қояды. Нюанстары көп енді. Проблемасы көп. Сонымен тұрдымда 2019 жылы дамудан кредит алдым. 7 миллион теңге. Станок алдым. Горный гигантта тәтем квартирада тұрады. Соның үйіне барып станок әкеп қойдым. 12 басты станокты сол 2019 жылы алып, бірінші рет жұмысымды бастадым. Аллаға шүкір, ол станокты алғаннан кейін жеміндеп күнкөрістің проблемасы шешіле бастады. Бірақ менің бір жасаған қателігім, станокты дұрыс таңдамаппын. 12 басты станок маған керек емес екен. Себебі ол оптом заказдар тігуге арналған екен да, ал мен штучный заказдарды индивидуальный, яғни арнайы тапсырыстармен жұмыс істедім. Яғни біреуі Арман деп жазып бер дейді, біреуі BI групптың логотипін тігіп бер дейді. 12 баспен бір басты машинаның айырмашылығы неде десеңіздер, бір басты машина бір уақытта бір затқа тігеді. Арман деп жазып береді мысалға. Ал 12 бас дәл сондай Арман деген жазуды 12 бірдей киімге тігеді. Яғни маған түскен заказдар 2 заказ болса, қалған 10 басы әшейін жұмыс істеп тұра береді. Сондықтан мен оны сатып жібердім да, орнына бір басты, 2 басты машинадан бірнешеуін сатып алдым. 2023 жылы станок сатуды бастадым. Не үшін станок сатты десеңіздер, Қытаймен жұмыс істеп жүрмін ғой. Мата алдырам, запчасть алдырам, станоктарды алдыртам, неше түрлі. Қытайлар бәрі бірдей емес енді, бірақ алдап жібереді, басқасын салып жібереді. Оны қателесіп салып жібергеннен кейін оны 2 ай күтесің. Қаншама уақытым кетті, қаншама поставщиктермен жұмыс істедім. Сөйтіп біраз тәжірибе жиналды. Станоктың сапасы туралы, қалай жөндеу керек, қалай дизайн жасау керек туралы барлығын уже үйреніп, жаймендеп түсінгеннен кейін 2023 жылы алғашқы станогымды саттым. Бірінші 2 станок әкеп қойдым. Бірінші клиентім Астанадағы Алмагүл ханым, Ақжарда жұмыс істейтін Құлпынай деген компания бар ғой, кондитерлік. Соның киімдерін тігетін Айша ханым. Менен осы 2 клиент алғашқы станоктарымды сатып алып, сонымен жұмысымызды бастадық. Дәл осы шеберханамыз қалай құрылды? 2024 жылы Ақылбек деген серіктесіммен жұмыс істеп жүрмін. Шаляпин жақта бір Әзірбайжан ба біреудің үйін арендаға алып жұмыс істеп отырмыз. Цех қой енді ол жақта. Компания даму үшін, өсу үшін кеңею керек. Абайдан 2025 жылы бір жыл бұрын цехты сатып алдық. 360 квадрат. Іште жұмыс істейін десең де, сыртта жұмыс істейін десең де орын жетеді. Бұл цехты мен кредитке алдым дамудан 12,6%-пен 7 жылға 98 миллион теңге. Жалпы бізде цехта бір басты станок және 4 басты станок, сосын 6 басты станок бар. Бұл станоктардың қандай артықшылықтары бар, қандай кемшіліктері бар, солардың барлығын бүгінгі видеода айтатын боламын. Мынау цехымыз шашылып жатыр екен деп мән бермеңіздер. Жұмыс көп болғаннан кейін жинауға уақыт жоқ, күніне 2-3 рет жинап аламыз, соның өзінде шашыла береді. Бірінші 4 басты машина. Бұның ең үлкен артықшылығы, бұның рабочий поле, яғни тігетін ауданы 80-де 50 сантиметрге тігеді. Бір басының размері. Яғни үлкен размердегі шапан, неше түрлі жилеттер, біздің Қасым брендтің күртешелері, осының барлығын осы 4 басты машинамен тігеміз. Бір уақытта 4 бірдей киімге кесте тігеді. Енді бұның кемшілігі дайын киімге, яғни футболка, неше түрлі толстовка, кепкаларға тіге алмайды. Тек қана матаға тігеді, матаға. Екінші 6 басты машина. Ең үлкен артықшылығы бір уақытта 6 бірдей киімге тігеді. Бірақ бір үлкен кемшілігі бар. Тігетін ауданы кішкентай. 45-те 30 ба, сондай. Киімнің алдын ғана, шамалы бір жерлерін ғана тіге аласың, андай үлкен размердегі заттарды тіге алмайсың. Оны тек 4 басты машинамен тігеміз. Бұл станок бірақ кез келген кепка болсын, дайын киім, футболка, толстовкалар болсын, барлығына тіге береді. Үшінші бізде бір басты машина, бұның негізгі атқаратын қызметі арнайы тапсырыстар болады ғой, біреуден тігілетін. Соларды тігуге өте таптырмас дүние. 120-да 50 сантиметрге дейінгі кез келген үлкен размердегі киімді тіге алады. Оптом заказдарға арналмаған, тек арнайы тапсырыстарды тігуге конкретно станок қой. Қасым брендтен бөлек біз кесте тігетін машина сатумен айналысамыз. Машинаның өзін ғана сатпаймыз, сонымен қоса сол машинаны пайдалануды, қолдануды үйретеміз. Клиент алғашқы табысын тапқанша толықтай қолдау көрсетеміз. Станокты пайдалануды үйрететін бізде Тілеу мырза.
тілеу тігінге мүлдем қатысы жоқ адам машина алған жағдайда ол кісіні қанша күнде үйретуге болады? Мүлдем хабары жоқ адамдарды 2-3 аптаның ішінде үйреніп шығуға болады. Ал егер компьютерден хабары бар, дизайн жасау білетін клиенттерге онда 5-7 күн арасында үйреніп шығуға болады. Ең бірінші CorelDRAW программасы мен Welcome программасын жақсы білу керек. Одан кейін уже дизайн жасауды ары қарай алып кетеді. Жалпы үйреніп тапсырыстарын тігіп жүр клиент. 1 жыл, 2 жыл өтсе де біз қолдан келгенше көмектесеміз. Басқа да заттар, бөлшектерді сатып алу керек болса, біз арқылы сатып алсаңыздар болады. Бүкіл Қазақстан бойынша машина алып жатыр адамдар. Кейбіреулері онлайн үйреніп жатыр, кейбіреулері шеберханамызға келіп, нағыз практика жүзінде үйреніп кетіп жатқандар бар. Станок сатудағы біздің негізгі мақсатымыздың бірі Қазақстандағы өндіріс орындарының ашылуына кішкене болса да бір үлесімізді қосқымыз келеді. Енді сөзіміз бен ісіміз сәйкес келу үшін бір жағынан станоктың мүмкіндігін көрсету үшін өткен жылы біз Қасым брендті аштық. Біз сияқты жүздеген мыңдаған компаниялар бар. Енді Аллаға шүкір, қазақы нақыштағы киімдерді қолдап жатыр ғой халқымыз. Бізде де шүкір заказдарымыз, жетеді, заттарымыз сатылып жатыр. Бірақ осы 100 мың компанияның ішіндегі біреуі, мүмкін екеуі жақсы аяққа тұрып кетіп, әлемдік брендке айналған жағдайда бізде жүздеген, мыңдаған жұмыс орындары ашылуы мүмкін. Қаншама экономикамызға бір пайдасын тигізуі мүмкін. Қанша технология кіруі мүмкін елімізге. Сондай бір кішігірім біздің арманымыз бар. Сол қазақы нақыштағы киімдерді бізден сатып алып, бізді қолдап жатқан, бізді арманымызға жетелеп жатқан барша халыққа алғысымды айтамын. Ендеше бүгін сіздерге мына бір басты машинамен біздің цехтағы заказды тігу үшін қанша уақыт кетеді, қанша пайда табуға болады, қанша шығындар бар, соның барлығын айтып түсіндіретін боламын. Бізге 750 дана шопперге кесте тігуге тапсырыс түсті. Егер бір басты машинамен тігетін болсаңыз, күніне 10 сағат жұмыс істеген жағдайда 750 шопперге кестені 25 күнде тігесіз. Ақшасы 750 дана шопперге 1000 теңгеден 750 мың теңге аламыз. Егер сіз өзіңіз тіксеңіз, жіпке, светке, басқа да шығындарға шамамен 30-40 мың теңге кетеді. 750 мың теңгені клиенттен аламыз, 40-50 мың теңге артығымен шығындарды есептегенде таза 700 мың теңге қалады. Егер бір басты машинамен тіккен жағдайда 25 күнде 700 мың теңге табуға болады. Егер 4 басты, 6 басты машинамен тігетін болсаңыз, жаңағы 700 мың теңгені сіз бір аптада, мүмкін 5-6 күнде табуыңызға болады. Станокқа байланысты қандай сұрақтарыңыз бар, не білгілеріңіз келеді, комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі видеода станок таңдаған кезде қандай критерийлерге мән беру керек, сол туралы айтатын боламын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер.